келді, не болды сол туралы айтамыз. Менде алғашқы келгенде горбатость, мынау қалай болады, жауырынның алға қарай еңкеюі болғандығын, и көтерген кезде прям ашитын тұғын. Арқам, мойындарым, омыртқаларым барлығы ашитын. И бірінші сеанстан кейін кішкене жіберді. Уже екінші сеанс, екінші лечение алған кезде прям иығымды тіктеп көтеріп, уже ашығаны бәрі басылды ғой. Сондай күшті результат болғаннан кейін мен уже 11 жасар баламды алып келдім. Ода плоскостопия еді. Одан кейін тоже профилактика ретінде, енді особо ешқандай патологиясы жоқ, профилактика ретінде әкелген едім. Жақсы результат. Оның да енді бізде көбісінде телефонда отқаннан кейін иықта қисаюлар, неровность ғой. Ол баламдікі де жақсы нәтиже. 5 күн алдық ол кезде. Жақсы нәтиже болды. Енді мынау қызым 5 күн, бүгін 5 күн бітіп жатырмыз ғой енді. Бұда да бірінші күнгі до и после суретті көрген кезде мен өзім таң қалдым кәдімгі. Бір сеанстың өзінде бойын тіктеп, мойнын тіктеп, өзімізге біліне бермейді ғой негізі. Осындай мамандар көрсеткен кезде барып көзге үрпілетеді. Әйтпесе мен бұда да патология жоқ, тек профилактика үшін деп әкелген тұғым. Өзім жақсы болып қалғаннан кейін. Жоқ, жақсы қызым. Өзіне ұнайды, өзі риза, барам деп келеді, рахаттанып. Рахмет. Амин. Рахмет сізге де.